Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен лечо деп аталатын қысқа арналған өте дәмді салаттың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен қызанақтарды видеодағыдай ет тартқыштан өткізгенде ыңғайлы болу үшін осылай турап аламыз. Қызанағымызды ет тартқыштан осылай өткізіп аламыз. Енді пешке қоятын қазанға немесе кастрюльге тартылған қызанағымызды құямыз. Қызанағымыздың бәрін өткізіп болдық. Қызанағымызды жай отқа қоямыз. Үстіне сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз, қантымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді 40 минуттай қайнатамыз. Яғни қою болғанша. Арасында ашып араластырып тұрамыз. Асты жабыспас үшін. Енді бұрышымызды видеодағыдай үлкенірек қып, төртбұрышты етіп турап шығамыз. Енді сарымсақты видеодағыдай турап аламыз. Қырық минуттан соң қызанағымыз осылай қоюланған кезде үстіне туралған бұрышымызды саламыз. Бұрышымызды қосып болған соң жақсылап араластырамыз. Сосын үстіне сарымсағымызды саламыз. Ұсақтап туралған ас көгімізді қосамыз. Жақсылап араластырып, жай отымызды тағы да 20 минуттай қайнатамыз. Банкаға жабатын қақпағымызды банканың өзін булап, стерилдеп аламыз. Салатымызды оттан түсірген соң толықтай суытамыз. Лечомыз дайын болды. Енді банкамызға видеодағыдай құйып шығамыз. Құйған кезде араластырып құямыз, біркелкі құйылу үшін. Осылай барлық банкаларымызға құйып шығамыз. Менде осы көкөністерден 6 литр салат шықты. Енді банкаларымызды қақпақ жапқышпен арнайы бәрін жауып шығамыз. Осымен салатымыз дайын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.